Сәлем балалар, қазақ тілі 2 сынып 6 сабақ, тақырыбы У әрпінің жазылуы. 21 жаттығу мәтінді тыңда. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыз, сілеусін сияқты аңдар мен құстарды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін әзірлеу керек. Мұндай мерекелік киімдер рөлдік ойынды қызықты етіп көрсетеді. Сұрақтар: мәтін не туралы? Сен өз қолыңмен осындай киімдер әзірлеп көрдің бе? Тауық, дауыс сөздерін буынға бөліп айтып көр. У дыбысы қай буында тұр? Дауысты мәлді, дауыссыз ба? Тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып бірнеше сөз жаса. Құрамын дауысты у дыбысы бар сөздерді бір бағанға, дауыссыз у дыбысы бар сөзді екінші бағанға топтап жаз. Мәтін жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау, олардың бейнесін сомдау және бұл жұмыстың рөлдік ойындар үшін маңыздылығы туралы. Сен өз қолыңмен осындай киімді өз тәжірибелеріңе қарай жауап беруге болады. Мысалы, яғни мектептегі мерекелік кешке қатысу үшін қағаздан және матадан қоянның құлағын немесе бас киім жасап көрдім. Екінші, дыбыстық талдау. Тауық 2 буын, тауыз 2 буын. У дыбысы қай буында тұр? Екі сөзде у дыбысы екінші буында тұр. Дауысты мәл дауыссыз ба? Бұл сөзде у дыбысы дауыссыз, себебі ол дауысы ы дыбысының алдында тұр. Үшінші, тауық сөзіндегі әріптерден пайдаланып жаңа сөз құрайық. Ақ, ат, ту, тай, тау, қат, ық, уық, ау, уа, қу. Дауысы дыбысы бар сөздер: ту, мұнда у дауысты, себебі т бізде дауыссыз. Қу деген мұнда да у дауысты. Ал тау, уа, ау, уық деген сөздерде у дыбысы дауыссыз болып тұр. 22 жаттығу көрнектердің орнына тиісті әріптерді қойып, оқушылар қойылымға қажет жануарлардың костюмдерін таңдады. Қойылымда қу, түлкі, ауыл маңын торыды. Тауыстың киімі әдемі, қырғауыл киім киген Дәуренді алғашқыда танымай қалды. Бұл жерлер жануарлар, қу, ауыл, тауыз, қырғауыл дегенде у әріптерін қойдық. Ұқсастық мен айырмашылықтап көбелек қанатындағы сөздерді салыстыр. Ұқсастығы: сөздердің түбірлері бірдей, мағыналар өзара байланысты, яғни іс-әрекетпен соған қатысты болады екен. Айырмашылығы: жылы, жылу, бекі, беку, тасу, тасу. Сол жақтағы сөздер дауысы дыбыстарын аяқталып тұр, ал оң жақтағы сөздер у дыбысын аяқталып қимылдың, яғни етістігін атауын білдіріп тұр. Бұл жерде у дыбысы дауысты қызметін атқарады. Яғни мына ережені балалар естеріңізге сақтап алыңдар. 24 жаттығу суреттегі құстарды ата. Суреттегі құстар сол жақтағы тауыз және оң жақтағы әтеш екен. Оларды қандай белгімен қарап таныдың? Тауысты көгілдір түсті қауырсындарынан, басындағы айырмашын айдаршасынан және желпуіш сияқты жайылған көшелер бар әдемі құйрығынан таныдым. Әтешті басында қызыл айдарынан, тамақ астындағы сырғалығынан және қызыл сары түсті қауырсындарынан таныдым. Шығармашылық тапсырма: ойынды білдір. Оқушыларға ойын жеткізу үшін мынандай үлгіні ұсынуға болады. Менің ойымша, аққудың мерекелік киімін жасаған өте қызықты. Өйткені аққу сұлулық мен тазалықтың символы. Оның қанаттарын қағаздан әппақ етіп жасап, басына кішкентай тәж кисе, өте әдемі көрінеді. Ал менің ойымша, дейді, жолбарыстың киімі де керемет болады. Оның сары қара жолақтары айбынды көрінеді. Мен бұл жануарды батылдығы үшін таңдадым. Балалар, бүгін біз у дыбысының дауысты және дауыссыз екенін айырмашылығын анықтадық. Сабақ аяқталды.